Оқу сауаттылығы. Оқу сауаттылығын қалай қалыптастыруға болады? Бастауыш сынып оқушысының функционалдық сауаттылығының негізі оқу сауаттылығы. Ол адамның мәтінді түсінуі, талдауы және күнделікті өмірде өз мақсатына қол жеткізу үшін қолдана алуы. Функционалдық оқу сауаттылығына мәтін, аудио және видео ақпаратты түсіну, мәтіндегі ақпаратты қабылдау, қолдану және қайта өңдеп пайдалану. Ақпаратты бір формадан екінші формаға айналдыру, ауызша және жазбаша қорытынды жасау, күнделікті өмірде білім мен біліктерін пайдалану жатады. Оқу сауаттылығын дамытуды бастауыш сыныпта өтетін барлық пәнді қамти отырып, кешенді түрде қалыптастыру өте маңызды. Себебі PISA халықаралық зерттеуі оқушылардың мәтіннен ақпаратты іздеу және алу, ақпаратты кіріктіру және түсінік беру, мәтіндегі хабарламаны ойлану және бағалау білігінің қалыптасуын тексереді. Мәтіннен ақпаратты іздеу және алу білігі мәтінге көз жүгіртіп, сөз, сөйлем немесе сандық мән ретіндегі қажет ақпаратты анықтауға мүмкіндік береді. Ақпаратты бірнеше мәтіннен іздеу тапсырманың шартына неғұрлым сәйкес келетін мәтінді таңдау мүмкіндігін молайтады. Әдебиеттік оқу, қазақ тілі оқу бағдарламасының мазмұны оқу сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған. Мәтіндегі хабарламаны кіріктіру және түсінік беру білігі оқушының хабарламаның тура мағынасын түсіну, қорытынды жасау және тұжырымдауы арқылы көрініс табады. Бұл біліктің қалыптасуына ықпал ететін қазақ тілі оқу бағдарламасының бөлімшелері. Мәтіндегі хабарлама туралы ойлану және бағалау білігі мәтіннің сенімділігін анықтау, мазмұны мен формасы туралы ойлану, қарама-қайшылықтарды анықтау және жою дағдысы арқылы көрінеді. Бағдарламадағы қатені табу және түзету бөлімшесі оқушының өзіндік бағалауын қалыптастырады. Оқу сауаттылығының маңызды компоненті мәтіндер. Біз мәтіндерді жанр бойынша жіктеуге дағдыланғанбыз. Алайда оқушының күнделікті өмірде жиі кездесетін тұтас мәтін, тұтас емес мәтін, аралас мәтін форматтарына назар аудару керек. Оқу бағдарламасына сай тұтас мәтінмен жұмыс дағдылары кезең-кезеңмен қалыптастырылады. Тұтас мәтін негізінде оқу сауаттылығын қалыптастыру жолдарын қарастырайық. Сөз мағынасын түсіну, түсіндіру, ассоциативті ойлауды дамытады. Сондықтан үнемі сөздік жұмысын ұйымдастыру талап етіледі. Ыбырай Алтынсарин «Әке мен бала» әңгімесі бойынша сөздік жұмысы. Берілген сөздер мен түсіндірмелерді оқу, жұптарды өзара байланыстыру. Саралау тапсырмасы ретінде дұрыстады сөзмен тіркесетін сөзді табу, қай сөзді көпше түрде айтуға болады, тірек сөздерді қатыстырып, сөйлем құрау ұсынылады. Кез келген мәтінді оқығанда ең бастысы мағынасын түсіну. Мәтін мазмұнын түсінуге бағытталған тапсырманы қалай ұйымдастыруға болады? Оқиға ретін толық меңгеруі үшін оқушыларға сюжетті суреттер мен уақыт сызығы ұсынылады. Олар ақылдаса келе, сюжетті суреттерді уақыт сызығында ретімен орналастыруы қажет. Оқиға неден басталды? Әке мен баланың тағаны көруі. Келесі суреттерге назар аударамыз. Тағаны ұстаға тапсыруы, шие сатып алуы, баланың шиені теріп жеуі және әкесінің айтқан нақылы. Осындай ретпен орындалған жұмыс оқушылардың қосымша сызба құрастыру дағдысында дамытады. Слайдта әңгіме негізінде оқу сауаттылығының әр білігі бойынша дамытушы тапсырма үлгілері берілген. Осындағы оқиға жылдың қай мезгілінде болды сұрағы оқушының өсімдіктер туралы алған білімін қолдануға бағыттайды. Оқиғаның себеп-салдарлық байланысын анықтау, түсіндіру дағдысын дамытатын саралау тапсырмасына назар аударайық. Оқиғаның себебі мен нәтижесін сәйкестендіру оқушылардан ойлаудың жоғары деңгейін талап етеді. Сондықтан да нәтижесі бойынша себебін анықтауға сөйлемдер ұсынылады. Шие сатып алды. Оған қандай себеп болуы мүмкін? Базарда шие сатады, тағаны 3 тиынға сатты. Дұрыс жауабымыз тағаны 3 тиынға сатты. Себебі тиын болмаған жағдайда базарда сатылған шиені ала алмаймыз деген пайымдау жасалады. 10 рет иілді. Оған не себеп болды? Мәтін негізінде оқушылар анықтайды. Яғни 1 рет иілуге ерінді, немесе бала шиені ұнатады. 1 рет иілуге ерінді, дұрыс жауабы.
Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру мақсатында тапсырмаларды осылайша күрделендіріп ұсынуға болады. Абай Құнанбаев шегіртке мен құмырсқа мысалын оқытуда мысалдың негізгі ойымен сәйкес келетін әңгіме құрастыру, адвокат ретінде кейіпкерлердің әрекетін ақтау, орын алған мәселенің шешу жолын ұсыну тапсырмаларын беруге болады. Аңыз негізінде оқу сауаттылығына бағытталған тапсырма үлгілері. Ескен Елубаев. Қырғыннан құтқарған қарлығаштар. Жасақ елді таба алмай, аласұрып келеді. Жұпыны бір дәлелда кегіз үйді көреді. Өңкей мықты кілеңер аңыратып ат қойды. Басқыншылар дүлейлер шал үйіне лап қойды. Қашпай жолда жатырсың, өлекседей түрің бар. Кімге сенген батырсың? Мұның нендей сыры бар? Жау алдында тасыған шалайтты қолбасыға. Жібермеген еркіме ана ұяны көрдің бе? Балапанын қимадым, қарлығашты сыйладым. Келмеді алғым қарғысын, енді өзің біл арғысын. Ниеті ізгі адал да, қарлығаш дос адамға. Жасасаң маған жасада, қиянат оған жасама. Шыр айналып кетпейді, қарлығаштар төбеден, айтуға тіл жетпейді, аянышты не деген? Қолбаса айтты үкімін, бұл арадан кетемін, білдім шалдың жұртының мейірімді екенін. Мұндай шалы бар халық жауыздықты жасамас. Біздер кері қайталық, шабуға қол бата алмас. Оқу оқушының жеке және әлеуметтік тәжірибесін дамытады. Осы бағыттағы тапсырма түрі. Оқушы кейіпкердің жан күйінің өзгергенін, өзгеру ретін, бір сезімнің екінші сезімге ауысу себебін талдайды. Аңызды оқу барысында өз көңіл күйінің өзгеруін бақылайды. Тұтас емес мәтіндер түрлі ақпарат көзінен құралады. Күнделікті өмірде жиі кездесетін сызба, кестелерден бастап хабарландыру, буклеттерден ақпарат алады. Оқу қоршаған ортаның жаңалықтарын ашудың бір құралы. Екінші сынып дүниетану сабағында оқушыларға тұтас емес мәтін, яғни темір жол билеті негізінде тапсырма ұсынылады. Математика сабағында оқу сауаттылығын дамытуға бағытталған жұмысты қалай ұйымдастырған дұрыс. Мысалы, 3-ші сыныпта поездіне ұшаққа отыру орны сызбасы бойынша тапсырма ұсынылады. Бұл тапсырма түрі мәтіннен ақпарат алу, талдау, қорытынды жасау нәтижесін таныстыруға ынталандырады. Жаратылыстану сабағында жағдаят контекстіндегі тұтас емес мәтін негізінде сауаттылықты дамыту тәсілі. Оқушы берілген суретті кестеге сүйеніп, оқу мақсатына қол жеткізеді, әрі мазмұнды игереді. Зерттеу жүргізу, оның нәтижесін кесте, диаграмма, мәтін ретінде тіркеу, осы мәтіндерді оқу дағдысымен тығыз байланысты. Аралас мәтін тұтас және тұтас емес мәтіннен құралады. Мысалы, журналдар мен веб парақтар. Аралас мәтін негізінде кешенді тапсырма үлгісі. Оқушыларға тапсырыс сайтындағы ас мәзірін зерттеу ұсынылады. Тапсырыстың неше нұсқасын құрастыру мүмкін екенін анықтайды. Ең қымбат және ең арзан тапсырыстың құнын есептейді. Арзан тапсырыс жасаса, қанша ақша үнемделетінін табады. Пайдалы тағамдардан тұратын ас мәзірін құрастырады. Ас мәзірін тапсырыс сайтына орналасу үшін рәсімдейді. Оқу сауаттылық қоғамдық мәдениеттің ажырамас элементі. Оқу, тәрбие, білім беру және тұлғаны дамыту құралы. Қазіргі уақытта оқу адамның кіші мектеп жасында алған дағдысы ғана емес, үздіксіз даму жолындағы білім білік дағдыларының жиынтығы болып табылады.